Сәлеметсіздер ме? Бұл бейне жазба ақылды жүйелер мен жасанды интеллект институтымен ұсынылып отыр. Бейне жазбада Казнерд атты қазақ тіліндегі атаулы мәндерді анықтау деректер жинағының құрастыруын жүзеге асыруға үлес қосу мақсатында жасалған қазақ тіліндегі атаулы мәндерді анықтау бойынша нұсқаулықпен танысқан боласыз. Біріншіден, атаулы мәндер мен оларды мәтінде анықтау не екеніне түсіндірме берейік. Атаулы мәндерді анықтау жартылай құрылымдалған немесе құрылымдалмаған мәтіндегі атаулы мәндерді тауып, оларды алдын ала белгіленген түрлерге жіктеуге бағытталған ақпараттық шығарудың қосалқы тапсырмаларының бірі болып табылады. Өз кезегінде атаулы мәндер ретінде адам аттарын, ұйымдар мен географиялық орындардың атауларын, сондай-ақ сандарды, ақша бірліктерін, пайыздарды, күндерді немесе ұзақтықтарды қамтитын сандық және уақыттық өрнектерді қарастыруға болады. Келесі сөйлемнің мысалында атаулы мәндердің анықталуын көруге болады. Экранның үстіңгі жағында сөйлемнің құрылымдалмаған нұсқасы беріліп тұрса, астыңғы жағында сөйлемдегі атаулы мәндер анықталып, адам мекен, ұйым және дата түрлеріне жіктеліп белгіленіп тұр. Ішіндегі бірліктері алдын ала белгіленген атаулы мәндердің түрлеріне жіктелген бұндай сөйлем құрылымдалған мәтіннің бір ғана мысалы. Атаулы мәндерді анықтаудың қолданылу аясы кең, мәтінді автоматты түрде түсіну, машиналық аударма немесе ортақ пайдаланылатын құжаттарды анонимдеумен қатар, атаулы мәндерді анықтаудың басқа да маңызды қолданбалары бар. Осындай қолданбалардың бір ықтимал түрі атаулы мәндер туралы ақпаратты ғана емес, сонымен қатар мәндердің арасындағы қарым-қатынастарды қамтитын білім қорларын дамыту болып табылады. Мұндай білім қорларын айталық, өзінің өнімдері немесе бәсекелестері туралы бұқаралық ақпарат құралдарында немесе ғаламторда қандай мәлімет бар екенін білгісі келетін компаниялар әртүрлі бақылау мақсаттарында пайдалана алады. Атаулы мәндерді анықтау сонымен қатар ақпаратты іздеу немесе нақты ақпаратты сұрау үшін кеңінен қолданылады. Мысалы, сұрақ-жауап жүйелері табиғи тілде құрылған сұрақтарды білім қорларында немесе алдын ала атаулы мәндері анықталған мәтіндерде іздестіре отырып жұмыс істейді. Ал енді біздің қазақ тіліндегі атаулы мәндерді анықтау бойынша құрастырылған нұсқаулығымызға көшейік. Аталмыш нұсқаулық институтымыздың Казнерд атты қазақ тіліндегі атаулы мәндерді анықтау деректер жинағының құрастыруын жүзеге асыруға жасалынды. Нұсқаулық қазақ тіліндегі атаулы мәндерді қалай анықтау керек екендігін баяндайтын алғаш рет қазақ тілінде жазылған ережелер жинағы. Нұсқаулықта атаулы мәндердің 25 түрінің сипаттамасы мен анықтамасы және мысалдары берілген. Осы жерде нұсқаулықтағы 25 атаулы мәннің барлық түрлері көрсетілген. Белгілері әлемдік тәжірибеге сәйкес ағылшын тілінде берілген. Бірақ нұсқаулықта барлық 25 түрінің қазақша баламасы да бар. Мысалы, Адидж атаулы мәні нұсқаулықта нақыл сөз, Аллаки шын мекен деп берілген. Атаулы мәндердің анықтамалары жасыл тіктөртбұрышта белгілегенде сақтық пен қырағылықты талап ететін атаулы мәндердің мысалдары сары тіктөртбұрышта, ал қызғылт сары тіктөртбұрыштарда атаулы мәндердің жиі қате қолданылуының мысалдары берілген. Нұсқаулықтағы бөлшемі атаулы мәні жайында берілген ақпаратқа жақынырақ қарайық. Ең үстінде көгілдір тіктөртбұрыштың ішінде атаулы мәннің атауы берілген, яғни өлшемі атаулы мәні. Келесі жасыл тіктөртбұрышта атаулы мәннің анықтамасы, яғни мәтін бірліктерінің қайсысы бұл атаулы мәніне жататындығы және өлшемі ретінде қарастырылатындығы туралы сипаттама берілген. Анықтамадан кейін атаулы мәннің мысалдары берілген. Бұл жерде өлшемі атаулы мәніне жататын фразалардың кейбіреулерін көре аласыздар. Ал сары тіктөртбұрышта әдетте ескертпесі бар мысалдар берілген. Мысалы, өлшемі атаулы мәннің анықтамасында құрамында сан және өлшем бірлігі айқын берілген фразалар ғана жатады деп айтылса, бұл ескертпеде адамның бойы мен салмағы лайықты өлшем бірлігінсіз берілген жағдайда сандардың өзін өлшемі атаулы мәні ретінде қарастырылуға болатындығы туралы айтылған.
Тағы бір атаулы мәнді көрейік. Мысалы, ақша бірлігі атаулы мәнінде де ең алдымен оның атауы, анықтамасы, одан соң мысалдары берілген. Бірақ бұл жерде атаулы мәннің жиі қате қолданылуының мысалы бар. Қызыл тіктөртбұрышта егер мәтінде ақша бірлігі айқын берілмесе, бірақ сөйлемнің жалпы мағынасынан ақша бірлігі туралы айтып жатқандығы анық болса да, сандар ақша бірлігі атаулы мәніне жатқызылмайды деп айтылған. Нұсқаулықта аталған ақпараттан басқа атаулы мәндерді анықтау барысында жиі кездесетін 267 дескриптордың тізімі берілген. Сонымен қатар анықталғанда атаулы мәндердің құрамына енгізілетін аралықтар және шамаланған санды немесе мөлшерді тағы басқа білдіру үшін қолданылатын тіркестердің қысқаша тізімі нұсқаулықтың 24-ші бетінде ұсынылған. Нұсқаулықтың соңғы тарауында атаулы мәндердің толық сөйлемде анықталуының мысалдары көрсетілген. Солардың кейбіреулеріне назар аударып, атаулы мәндердің неліктен солай анықталып, белгіленгендігін бірге түсініп көрейік. Мысал ретінде, географиялық, әлеуметтік және саяси мән, қысқашасы ГАЗ, ағылшыншасы GPE, атаулы мәннің мысалдарына назарымызды аударайық. Осылайша Шымкенттің дәл ортасында тұратын көптеген тұрғындар өз үйлерінде қамалып отыр сөйлемінде Шымкенттің сөзі ГАЗ атаулы мәні ретінде белгіленіп тұр. Неге десеңіздер, өйткені сол атаулы мәннің анықтамасына қарасақ, бұл мәнге географиялық әкімшілік бірліктері, соның ішінде мемлекет, қала, облыс, аудан, кен, ауыл, штат, провинция, префектура атаулары тағы басқа атаулар жатады. Енді анықтамадан кейін берілген қала атаулары мен лақап атауларының мысалдарына көз салайық. Нұр-Сұлтан, Алматы, Нью-Йорк, Питер, Шымқала. Демек, Шымкенттің сөзі географиялық, әлеуметтік және саяси мән ретінде белгіленуі керек. Келесі мысалға көшейік. Өлім жітім көрсеткіші Испания мен Францияға да оңай тиіп тұрған жоқ. Бұл сөйлемде Испания және Франция сөздері ГАЗ немесе ағылшыншасы GPE атаулы мәні ретінде анықталып тұр. Қайтадан атаулы мәннің анықтамасына көз салайық. Мемлекет атауларының да сол мәнге жататындығын көреміз. Енді мемлекет атауларының мысалдарына қарайық. Көріп отырғандарыңыздай, Испания мен Франция сөздері бұл атаулы мәнге жатады. Назарымызды үшінші мысалға аударайық. Олардың қатарында Жамбыл облысынан келген 19 жастағы Дәурен Сабырқұл бар. ГАЗ атаулы мәннің анықтамасына сәйкес, облыс атаулары да осы мән ретінде белгіленеді. Келесі 19 жастағы. Бұл жас шамасын көрсетуге қолданылатын фраза. Демек, дата атаулы мәні деп белгілейміз. Ал сөйлемдегі Дәурен Сабырқұлы адамның аты мен фамилиясын білдіреді. Сондықтан адам атаулы мәні деп белгілесек жөн болады. Тағы бір сөйлемді талдап көрейік. Мысалы, өлшемі атаулы мәннің келесі сөйлемдегі қолданылуына қарайық. Бұл сөйлемде екі атаулы мән, яғни есептік сан және өлшем белгіленген. Естеріңізде болса, біз бой мен салмақ кейде лайықты өлшем бірлігінсіз қолданылуы мүмкін деп айтқан болатынбыз. Алайда неліктен аталған сөйлемде 3-тен 4-ке дейін өлшем етіп белгіленбеске? Себебі бұл ескертпе тек қана адамның бойы мен салмағына байланысты, ал сөйлемде мағынасы бір нәрсенің тереңдігі жайында болғандықтан 3-тен 4-ке дейін фразаны өлшем атаулы мәніне жатқызуға мүмкіндік бермейді. Бұл біздің нұсқаулығымыз бен бейнетаныстырылымның соңы. Нұсқаулықпен Казнурд деректер жиынтығы, сонымен қатар Казнурд Ecozac Named Entity Recognition Dataset атты мақала осы мекенжайларда орналасқан.
Бейне таныстырылымның мәтінін оқыған ақылды жүйелер мен жасанды интеллект институтының қазақша сөз синтездеу технологиясы жобасының нәтижесінде жасалған Исеке есімді ер адамның және Рая есімді әйел адамның синтетикалық дауыстары. Ақылды жүйелер мен жасанды интеллект институты сіздерге бар жақсылық тілейді. Назарларыңызға рахмет. Сау саламат болыңыздар.